әліде жаңағы айтқым келеді жастарға, осындай болудар, өздеріңе берік болыңдар, қандай да бір жағдай. Өде деген Құдайдың үйі дейді, бұрынғылар солай айтпайды. Өде беріп қойыңдар, орында. Бермесең, айтып орында. Отбасыларың жақсы болсын. Біздің ауылдың қыздары да батыр болды, оған шетте. Қайтпайтын. Сондай болды. Қазақтың жалпы қыздарының бәрі сондай. Мен көріп жүрмін ғой, талай қыздар көріп жүрмін. Біздің ауылдың қыздары да сондай. Сол әдет қылып ұстандар. Жақсы болыңдар, жақсы тұрыңдар. Әдеттерін жақсылап тұрсын. Екеуі бір жастықта қартайсын. Қандай қиыншылық болсын, жақсылығы болсын, бірге көрсін. Аман болайық. Сол жақсылық көрді. Не білетілік керек. Жастар жақсы жүріп жақсы тұрса қандай болмыш. Сондай тұрғыны қалаймын. Көп болғанымыз арасында өзі ойға түскен кезде әртүрлі нәрселерді бұның бәрі не ғой? Осындай тәрбие. Өзің қалай үйрендің деп сұрасың. Мен екі-ақ күн да бір-ақ күн ғана мен бұны көргем жоқ, бұл бір-ақ күн мен алып кетіп маған алып қашып кеткен. Біз көріп сонда барғанда көрдім. Ол ана көріп жүр ғой. Ұнамаған ол. Ол ұнамаған. Жаңа bir деген бар ғой.